Сәлем достар, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге Таңда стади, менің атым Омарбек Нұрмұхамед. Қалай карантинде уақыттарыңызды өткізіп жатсыздар? Пайдалы өткізіп жатсыздар ма, әлде өздеріңізге зиян өткізіп жатсыздар ма? Бүгін Рамазан айының бірінші күні, сіздерді оразаның бірінші күнімен құттықтаймын. Осы оразада білім алып, сауап көп жинаңыздар. Жалпы енді карантинде қазір осындай екі типке бөлініп жатыр. Біреуі білім алып, жаңа навыктар, скиллдар үйреніп, жаңа нәрсеге ұмтылып, сосын бір жаңа мақсаттар ойлап табады. Және екіншісі керісінше кино көріп, тамақ ішіп, сосын телефон шұқылап, интернетте отырып, просто уақыттарын өткізіп, ешқандай білім алмай, ешқандай мақсат ештеңе жазбай, солай екі типке бөлінеді. Сөйтіп уақыт өткеннен кейін білінеді. Біреу бір айда озып шығады, ал біреулер енді кешігеді, немесе сол күйі деградацияға ұшырайды. Сіздер өздеріңізді қай топқа жатсыздар, өздеріңіз білесіздер. Мен сіздерді былайша айтқанда мен сіздердің істеріңізге араласпаймын. Жалпы бүгінгі тақырып қалай IT саласына дипломсыз 0 деңгеймен жұмысқа тұруға болады. Жалпы мен өзімді пример ретінде көрсетсем болады. Жұмысқа орналасқан ретінде, IT маманы ретінде дипломсыз және 0 деңгеймен. Мен өзім IT университетін осы 4-ші курсында оқимын. Қазір оқып жатқан нәрсем ол Каспийдағы Data Science. Оған дейін бірінші курста да разработчик болдым, потом SQL мен айналыстым деген сияқты. Жалпы программист болған кезде қызық болды. Енді мен бүгін сол туралы айтам, өз опытым жайлы, және де басқа да менің достарым бар программисттер, олардың өмірі жайлы, олардың тәжірибесі қалай болды, және қалай жұмысқа орналасты, может оқуын тастап кеткендер болды жұмыс үшін. Вот сол туралы айтатын боламын. Енді көбісі көп қазір қызығушылық жастардың, мысалы жасы кейбір кісілер болады, үлкен кісілер. Жасы үлкен болғанмен де программирование қызығушылық өте мол, келіп жатады солай оқып. Ол кісілерге енді бұлай бөлішедік, екі типқа бөлішедік программированияға IT саласына енді келіп жатқандар. Бірінші типтер олар уақыты бар адамдар. Уақыты бар адамдар олар оқушылар, студенттер, оқушылар және студенттер, немесе тағы да бойдақ десек те болады. Ал екіншісі уақыты жоқ, яғни оларға кішкене тезірек уже IT-ға қарай көшу керек. Яғни мысалы қазір бухгалтер болып жүрмін, енді бухгалтерден уже пайда таппай жатса, уже IT саласына қызылса, IT саласына тезірек көшу керек, өйткені отбасы бар, мысалы бала шағасы бар, ақша табу керек деген сияқты. Сонда екі типқа бөлеміз. Енді бірінші типтерге сұрап жатады көбісі. Қай тіл, қай программалық тіл өте жаңа неткен дұрыс, қай программалық тілді үйренген дұрыс деп. Енді жалпы осы жаңағы бірінші типте жататындар уақыты барлар адамдарға, жаңа студенттер мен оқушыларға бүткіл программалық тілді қарап тексеріп шықса болады. Не үшін? Өйткені уақыты бар және білім алу кеш емес, әлі былайша айтқанда өмірдің былай несін көрген жоқ. Ал екінші типтарға оларға уже сұранысқа ие программалық тілде және уже дайын тұрған и тез үйренуге болатын нәрсені тез үйренуге болатын программалық тілде бірден табу керек, яғни өзіне жағатын. Қазіргі таңда әлемде емес, Қазақстанда алайық. Қазақстанда нағыз дамыған тілдер олар JavaScript, қазір HTML, CSS немесе фронт-энд разработка, одан кейінгі Python өте қарқын дамып келе жатыр, C#-ты және Java. Осы 5 тілдің негізі біреусі қазір Қазақстанда өте жақсы қарқынды түрде дамып келе жатқан, сіздерге тізіп бере аламын. Және де енді жаңа бірінші типтерге мысалы жатқызған оқушылар мен студенттерге енді көбінесе білім кеш емес, яғни 3 жыл, олар мысалы 4 жыл студент болса, 4 жыл оқитын болса, 4 жылда кәдімгідей нәрсе үйренуге болады. Негізі 4 жылдың өзі, былайша айтқанда негізі университеттің өзі IT жаңа оқытатын университеттер, мысалы мен өзім оқыдым, ол жақта артық білім береді. Яғни артық білім деген сөз керек емес білімдерді береді. Мен оқыған жерде физиканы оқытады, жаңа матанализді оқытатын, содан кейін тағы да басқа нәрселерді көп оқытады, философия, психология, бірақ ол сабақтар просто уақыт өткізумен кетеді. Сол үшін менің ойымша студенттік өмірден көрі, студент болу керек, бірақ университетке қатты берілмей, көбінесе жұмыс жаққа қарай, опыт жинауға байланысты сол жаққа қарай кішкене көбірек бұрылу керек. Өйткені университеттегі
беріп жатқан білім бұл қатты да жаңағы базалық білімдер береді, бірақ нақты жаңағы жұмысқа орналасуға бір керемет бір білім бермейді. Сол үшін университетте оқымай-ақ, дипломсыз-ақ қазіргі таңда көп компаниялар, коммерциялық компаниялар жұмысқа қабылдай береді. Бұл жағынан ешқайсыларыңыз уайымдамаңыздар. Жаңағы диплом болу керек, мен IT-да оқуым керек, немесе мен деңгейім бір білім болу керек деген сияқты. Жоқ, ондай емес. Сіз дипломсыз-ақ тек біліміңіз болса болды. Осылай сізге болады. Енді қалай жаңа бірінші типтерге жаңа жұмысқа орналасып, жаңа деңгейі 0 болса жұмысқа орналасу керек. Ол былай. Сіз мысалы HeadHunter-ға кіресіз. HeadHunter-да жұмыс іздеген кезде сіздерден опыт работы, мысалы кейбіреулерінде стажер деп тұрады, немесе опыт работаны сұрайды. Сосын требование тұрады. Сіздер лицензия болады. Требованияда не бар? Соны интернеттен қарап, яғни бастапқы мысалы не десем, мысалы Python базасын білу керек десе, Python'да YouTube-тан қарап, тегін видео сабақтар бар ғой. Соның базалық білімін алып шықсаңыз болады. Кішігірім проекттер жасаңыз, Python болса, мысалы Vue.js болса, Vue.js-ке байланысты кішігірім тағы да проекттер жасаңыз. Одан мысалы PHP тұрсын. PHP болса, PHP-ге байланысты мысалы бэкэнд разработкада көбінесе қолданылады ғой PHP-де. Соған байланысты кішкентай проекттер жасап үйреніңіз. Потом собеседованияға барған кезде сіз ұялмай айта алатындай, мен кішігірім проекттерім бар, бірақ опыт жоқ болса да сізді хотя бы стажировка қалады. Ал стажировка деген ол жұмысқа орналасудың несі, яғни пульті. Сізге үлкен мүмкіндік береді солай. Стажировканың түр-түрі бар. Мысалы 1 айлық, 2 айлық, 3 айлық, 6 айлық, сосын төленбейтін стажировка, немесе сіз төлейтін стажировкалар болады. Енді жалпы төленетін стажировкадан көрі төленбейтін стажировка өте мен ойымша пайдалы, өйткені төленсе сен как будто ақша үшін жүрген сияқты болып қаласың. Даже көбінесе ақша үшін сен просто может 1 ай істеп кету мүмкін, бірақ қиындыққа шыдай алмай кетіп қалуы мүмкін. Бұл жақта былай қарасаңыздар не ғой? Мысалы программалық тіл жаңа нәрсені үйренген кезде миға өте қатты нагрузка түседі. Сіз сол нагрузкаға шыдай білу керексіз, яғни зона комфортадан шыға білу. Зона комфортадан шығу үшін сізде қалтаңызда ақшаңыз болмау керек, чтобы бүгін не жеймін, ертең не жейтінін ойлау үшін. Түсінікті ғой? Сол үшін ертең болашағын ойлау үшін қалтаңызда ештеңе болмау. Стажировка тегін болғаны менің ойымша дұрыс деп ойлаймын, өйткені сол кезде ғана сізде қимыл, іс-әрекет болады. Ал енді келесі екінші типқа көшсе, екінші типқа оларға бірден көшу керек, бірден адаптация, яғни бірден өзінің мысалы айналып жүрген мамандығынан бірден бір өзіне жаңа нәрсеге көшу керек. Ол қалай болады? Бұл жақта енді тестировать етуге уақыттары жоқ. Әрбір тілді бұларға былай істеу керек. Сұраныс қай жерде? Мысалы Қазақстанда сұраныс фронт-энд разработка өте қатты. Және де data science-қа өте қатты. Data science-ті любой адам үйреніп кете алады. Қиындығы жоқ, аналитика. Одан кейін тестировщик деген болады. Яғни IT-да тек қана мысалы тек программисттер ғана отырмайды десеңіз, жаңа айта кетейін тағы да. Ол жақта маркетологтар бар, ол жақта продажниктер бар, ол жақта тестировщиктер бар, ол жақта жаңағы продакт менеджерлар бар. Яғни программисттен бөлек, жаңағыдай біз ойлайтын программисттен бөлек көптеген жаңа администраторлар бар, көптеген адамдар бар істейтін, яғни бірге айналысып істейтін. Вот. Сол жақта сіздер біреусін таңдасаңыз болады, тестировщикті алсаңыз болады. Тестировщиктен бастасаңыз, сізге білу керек, яғни компьютерді қалай қолдану керек, соны білсеңіз, дальше тестировщиктің кейбір 1-2 жұмыстар бар, яғни кішкене тілдің базасын білу керек болады. Сол нәрсе. Содан бастап, яғни бірінші тестировщик деп бастап, одан кейін жаңа деңгейге көтеріліп отырса болады, яғни бір карьерный рост жасаса болады, білім жағынан. Не только мысалы не жағынан, шен жағынан емес, білім жағынан. Яғни IT деген сіздер күнде дамып отыратын бір процесс. Яғни сіздер бір күн дамымай қалсаңыз, болды уже сіз кішкене трендтен қалып қаласыз. Сондықтан тура олар маркетинг сияқты, маркетологтар сияқты күнде білім алып отыру керек. Яғни қатып қалғандығыңыз жоқ. Қазіргі заманның талабы солай. Сіз білім алмайсыз ба? Яғни жаңа нәрсе үйренбейсіз ба? Сізде уже сіз трендте қалып қаласыз. Яғни сіздің инструменттеріңіз қолданыстан кетіп қалады. 6 ай сайын даже обновление болып отырады, соны байқасаңыздар. Ол өте маңызды. Білім алу өте маңызды. Сіз бір рет білім алдыңыз, мысалы мен бэкэнд алдым, оқыдым, болды, 1 жыл оқыдым. Сөйтіп қалған 3-4 жыл бойы сол бұрынғы баяғын қолданып жүрсеңіз, сіз уже артта қаласыз және жұмысқа, басқа жұмыстарға орналасуға немесе басқа нәрсе айналысуға сіз уже былайша айтқанда керек емес нәрсе болып қаласыз. Қазіргі мамандықтар бар ғой, керек емес мамандықтар. Тура солай сізде де былай
сағызша лақтырған сияқты сондай жігіттер бар ғой, сол қыздарды сағызша лақтырады. Сондай сияқты болып қалуы мүмкін. Сондықтан білім алып отыру өте маңызды. Сосын екінші нәрсе ол жаңағыдай нәрсе ол сөйлесе білу. Адамдармен қарым-қатынас жасай білу. Мен өз кезегінде собеседованиені өттім. Талай бірінші, екінші курстарда көптеген собеседованиені өттім. И ешқайсында мен даже стажировка алған жоқ. Не үшін? Өйткені мен орысша сөйлей алмайтын просто. Орысша өз ойымды жеткізе алмаймын. Содан кейін мені көбісі қабылдамайтын. Серьезно қабылдамайды. Сондықтан сөйлей білу, жаңағыда адамдармен қарым-қатынас жасай білу ол IT-да өте маңызды. Ертең сіздерде мысалы проект болады. Сіз проектті түсіндіру керексіз, дұрыс па? Проектті жақсылап түсіндірсеңіз, яғни толықтай керемет нәрсе айтсаңыз, керемет жеткізе білсеңіз проектті, яғни анеде бір инвесторлар болуы мүмкін, немесе заказчиктер болуы мүмкін. Оларға сіз түсіндіре білу керексіз. Яғни қалай жаңағы сіздің жаңағы заказы, тех заданияны қалай әдемі ретінде IT-дің жаңағыдай тілінсіз, программаның тілінсіз, кәдімгі адамның жаңағыдай түсінетіндей қылып жеткізу керек. Бұл өте керемет навык, негізі керемет нәрсе. Бұлай сөйлей білу. Сондықтан сол нәрсеге бейімделсеңіз, сізді жұмысыңызда, IT-дің жұмысында сізді өте қатты бағалайды. Менің жалпы жеткізгім келген осы. Енді өзіме келер болсақ, менде 1-2 жылдай кәдімгідей IT-мен айналыспай кеттім. Яғни программирование жақындамай кеттім. Көбінесе бизнеспен айналысып кеттім. Қазіргі айналып жатқан көбінесе негізі бизнеске қатысты, ал программированияға басқа жаңағыда біздің мұғалімдеріміз бар, олар сонымен айналысады. Ал мен кейбір сабақтарды, жаңа YouTube'дағы кейбір сабақтарды өткіземін. Ал платный сабақтар көбінесе мұғалімдер өткізеді. Енді қазір бізде болып жатқан ол фронт-энд разработчик, енді болашақта дизайнерге байланысты, жаңағыдай Photoshop, веб-дизайнер деген сияқты курстарды өткізсек деп еді. Енді тегін сабақтар арқылы не аласыз? Тегін сабақтар арқылы сіз базалық білім аласыз, яғни IT саласына керек. Енді 0 деңгеймен деп тұрмын, 0 деңгеймен десеңіз, сізде просто жаңағы біз берген базалық білім, бізден басқа курстар бар, YouTube-та жетіп артылады, тегін орысша бар. Орысша білмесеңіз, қазақшасын біз жасап жатырмыз. Негізі сол қазақша, именно сол қазақ аудиториясынан алған, орысша білмейтін. Жалпы біз сол үшін жаңағы бір халыққа бір пайдасы болса екен деген сияқты ашқан еді ғой. Жалпы солай. Енді ол қорқыныш болмау керек сізде. Дипломсыз ба, 0 деңгеймен. Жалпы мен ойымша өзіңізге деген сенімділік және оқуға деген табандылық, үйренуге деген табандылық. Осы екі нәрсе болса, және арманыңыз, мақсат қою 3 нәрсе болса, сіздің жұмысқа тұрып кетуіңіз, даже 1 айда, 2 айда жұмысқа тұрып кетуіңіз ол мүмкін. Даже кейбіреулер жүреді 1 жыл бойы ештеңемен айналыспайды, 1 жыл бойы постқа уақытын өткізеді, может там бір болмайтын нәрселермен айналысады, сөйтіп уақытын өткізеді, кейін мемлекетке шағымданады, не үшін мен жұмыссызбын. Жалпы осылай, достар, менің өз ойым. Сіздер қалай екен білмеймін, комментарийға жазып қалдыңыздар. Біздің YouTube каналға тіркеліңіздер, тағы да керемет ақпараттармен бөлісетін боламын, және де мықты программистермен бұйыртса, қазір олармен сөйлесіп жатырмын. Бұйыртса олармен тікелей эфирге шығамын, сол кезде сіз қалаған сұрақтарыңызды қойға болады. Жалпы сау болыңдар достар, біздің YouTube каналға жазылыңыздар, колокольчикті басып, комментарий жазылып, лайк басып отырыңыздар достар. Келесі кездескенше сау саламатта.